Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Сандуғаш. Бүгін жеті шелпек пісіретін боламыз. Алдымен дрожжымыз бен жылы суымызды араластырып бір шетке қойып қоямыз. Енді суымызды дайындап аламыз. Жылы суға кішкене сүт қостым, майонез, бір жұмыртқа қосып, шекер мен тұз қосып араластырып аламыз. Оған ұн електен өткізіп отырып, ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп алдық. Бұны жарты сағат 45 минутқа қойып қоятын боламыз. Бетін жауып. Қамырымыз ашыды. Енді 7 шелпекке кесіп алатын боламыз шетінен. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. 7 шелпегімізді осылай домалақ қылып аламыз. Достар, видеомды соңына дейін қараңыздар. Барлығын осылай домалатып алатын боламыз. Енді қамырымызды жаямыз. Майымызды қойып газге қыздыра беретін боламыз. Майымыз қызғанға дейін қамырымызды жайып аламыз. Тағы біреуін жайып көрсетейін. Қамырымызды жайып алдық. Міне майымыз да қызып тұр. Қызып тұрған майымызға енді шелпектерімізді салып пісіріп алатын боламыз. Осылай қызыл етіп пісіріп аламыз барлығын. Тағы біреуін пісіретін боламын. Өте жұмсақ, дәмді болып піседі. Шелпектеріміз дайын, жұмсақ болып шықты. Өте дәмді. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Жасап көріп, комментарияға жаза кетіңіздер. Видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған Сандуғаш.